Армыстар Қарашанақ телеарнасының тұрақты көрермендері, эфирде апталық шолу сөзсізгенде мен өтеп берген Серікұлы. Аудан әкімі Алдияр Халелов жұмыс сапарымен аудамыздың әр ауылдық округын аралап, тұрғындармен кездесіп, ауыл тіршілігімен танысып жүргені белгілі. Осындай кездесудің бірі Ақсу ауылында өтті. Аудан әкімі Алдияр Халелов жұмыс бабында әр ауылды аралап, тұрғындармен кездесіп, атқарылып жатырған жұмыстармен танысып, одан қалса шешімі таппай жатырған мәселелерді білмек мақсатта жұмыстанып жатырғаны белгілі. Бүгінгі жұмыс сапарын Алдияр Сансызбайұлы Ақсу ауылына арнады. Шаңған ауылдың мәдениетіне жиналған көпшілік аудан әкімі келеді дегенді естіп, осында жиналған екен. Алдымен ауылда жасалып жатырған, болмаса енді жасалатын істерді таныстырған ауыл әкімі тұрғындарды толғандырған күрмеу көп мәселелерге де тоқталып кетті. Құрметті ауылдастар, осы бәріміз ауылда тұрғасын, бәрімізде ауыл шаруашылығына байланысты көптеген істер атқарылып жатыр. 2013 жылдан 15 жылға аралығында 3 жылдың ішінде мал саны өсуі 380 басқа өсіп отыр. Қазіргі уақытта 188 құрап отыр. Ал қой малы деген 200 басқа, жылқы 218 басқа өсіп отыр. Енді қазіргі уақытта бізде 2013 жылдан 15 жылғы аралығында ауыл тұрғындары 7 несие алып, мал бастарын көбейтіп отыр. Соның ішінде Ерғалиев, Дүйсенбаев, Жалғас деген тағда басқалар бәріңізде. Енді қазіргі уақытта ауыл шаруашылығымен айналысып жатқан жаңадан қожалық ашылып жатыр. Крестьянское хозяйство Абыз Темірболатовтар өз қаражаттарына 10 миллионға техникалық, белорус, пресс, шөп, праваты, косилка, сол өздерінде кіріп жатқанда көріп жүріп жатқан боласыңдар. Қазіргі уақытта 100 бас ірі қара малына орын салып жатыр. Енді алдағы уақытта тағы 10 миллионға құжаттарын тапсырып, кредитный корпорациядан 10 миллион кредит алып, суаға бағдарлама бойынша мал сатып алайын деп жатыр. Ауыл әкімінің айтуынша, ауылдық жерде мал басын көбейтіп, осы саланы жандандырғысы келетін тұрғындар да аз емес екен. Осы ретте оған мемлекеттің де қолдауы сезіліп жатыр. Ауылда 600-ден аса адам тұрады екен. Халықтың саны аз екенін ескерсек, қалған халық ұстап қалу, шаруашылықтарды кеңейту, аудан мен ауыл атқамінерлерінің қолдауымен шешілетін шаруалар. Бұнда халықтың ең күрделі мәселесі жол болып отыр. Әсіресе көктем мен күз айларында қалаға қатынау қиындық соқтырады. Аудан әкімі де бұл мәселеден айналып өтпей, құжаттар реттеліп, қаржы бөлінсе, Ақсай-Жымпиты жолының жөнделетінін жеткізді. Алдияр Сансызбайұлы ауылды ұстап қалу, бірлігімізді сақтау баршамыздың ең үлкен міндетіміз деді. Ауданға келгеніме 4 ай болды. Бүкіл ауыл округтерін, бүкіл аудан бойынша проблемалардың бәрін қазір толық білем деп айта аламын. Енді осы бүкіл проблема вопростармен қазір отырып, бәрін қалай шешу жолдарын қарастырып, соны бекітіп жатырмыз. Кейбір мәселелерді шешіп жатырмыз. Енді бәріне де уақыт керек. Дегенмен де мен осы алдында келгенде негізі округты танысып кеттім. Мектептерде болдым, балабақшада болдым, бүкіл әр округтерде ауыл тіршілігімен танысып кеттім. Енді өзім осы уақыт тауып қазір округтерде халықпен кездесіп, халықтың ойларын білейін деп осы бағытта сіздердің алдарыңа келіп отырмын. Енді өздеріңіз білесіңдер, жылда есеп беру жиналыстары болады. Бірақ енді сол есеп беру жиналыстарын күтпей, сіздермен кездесіп, қандай бағытқа мен көңіл қоюым керек, қандай бағытты біздер бірлесіп шешуіміз керек. Міне осы мәселе бойынша. Ауылдық округтарға барғанда тұрғындар ауылдық жерде шешілмей жатқан мәселелерді алға тартып, сұрақты қарша борататын. Бұнда сұрақ қоятын да өз мәселесін көтергенде адам болмады. Тек ауыл шаруашылығына ден қойып жүрген азамат өз ойын білдіріп кетті. Түтіні түзу ұшып, бірлесіп жұмыс жасауды көздейтін ауылда шаруасын дөңгелетем деген жандарда баршылық екен. Ауыл әкімінің сөзіне сенсек, бау-бақша саласына да ден қойылып, мамандармен бірлесіп жұмыс жасау көзделіп отыр. Аудан әкімі ауылдық жерде мал өсіру, оның өнімін пайдаға асыру ең үлкен басты жұмыс дейді. Жаңағыдай үкіметтің беріліп отырған
бағдарламаларын бәрін біліп, соған араласып жұмыс істейтін болсаңдар, онда бәріңіз жұмыстарыңыз жүреді. Сондықтан мен тағы да айтқым келеді, міне ауыл шаруашылығына бөлініп отырған бүкіл бағдарламалардың бәріне де атсалысып қатысу керек. Екіншіден, мал ұстап отырмыз ба, сол малдың қызығын көру керек. Ең басты мәселе. Осы ата-бабамыз деген осы мал арқылы өсті. Өзіміз де сол мал арқылы оқыдық та, білім алдық. Тек қана малдың арқасында. Анамыз сол малды айырылған жоқ малдан. Ал былай қарасаң, ана кейбір жағдайларда қазір бір әңгімелер бар ғой. Ой, сол мал не керек? Жаңағыдай мал өсіруге арланатындар бар. Әсіресе мына жастар жағы. Ауылдарға барасың, мысалы, мал жоқ үйлерінде. Сүт жоқ, қаймақ жоқ. Мен ойлаймын, ауылда тұрып, осындай болмау масқара ол. Ол деген енді еріншектің үлкен бір белгісі деп есептеймін. Ал қазіргі жағдайда су мәселесі, мынау техникалық суда мәселелері көп жағдайда шешеміз деп өзімізде жоспарларымызды құрып отырмыз. Ауылдың айналасында дамбылар салып беру, водохранилище, жаңағы бассейн, сондай сияқты. Оларды да қолға алу керек. Өйткені техникалық су болу керек. Ауылдың айналасында көгалдандыру жұмыстары жүргізу керек. Аудан әкімі бастаған топ ауылда орналасқан нысандарды да айналып өтпеді. Алдымен мектепке жылу беріп отырған жылыту қазандығына, кейін өрт сөндіру бекетіне, сонымен қатар ауыл балаларына білім беріп отырған білім ордасына ат басын бұрды. Қала мектептерден кем түспейтін білім ошағында барлық жағдай жасалған. Ақсу ауылының тыныс-тіршілігімен танысқан аудан басшысы ауыл әкіміне өз тапсырмаларын беріп, ауыл тұрғындарымен бірлесе жұмыс жасауға шақырып, өз кезегінде аудан басшылығы тарапынан қолдаудың болатынын жеткізді. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Ақсай техникалық колледжінің мәжіліс залында облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжанов пен Бөрлі ауданының әкімі Алдияр Халелов жатақхана тұрғындарымен кездесті. Кездесудегі басты мәселе Ақсай техникалық колледжінің жатақханасының мүшкіл күйі болып тұр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Құрылыс консалтинг акционерлік қоғамы сараптамалық компаниясының қорытындысы негізінде Ақсай техникалық колледжі жатақханасы ғимаратының құрылымының техникалық жағдайы 5-ші санатқа жатқызылып отыр. Бұл дегеніміз жатақхана авариялық жағдайда тұр. Онымен қоса аталған ғимараттың техникалық өртке қарсы және санитарлық талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты сол жатақхана тұрғындарын қысқа мерзімде эвакуациялау қажет. Ал ғимаратты ары қарай пайдалану қауіпті, себебі бұл ғимараттың құлап қалу қаупі бар. Ал мұндай уақытша қоныс аударуға тұрғындардың бірі келіссе, ал бірі наразылығын білдірді. Осындай түсініспеушілікті алдын алу мақсатында облыс әкімінің орынбасары Марат Тоғжанов пен аудан әкімі Алдияр Халелов Ақсай техникалық колледж жатақханасы тұрғындарымен кездесіп, сұрақтарына жауап берді. Бұл жай ғана мәселе емес, бұл өте күрделі мәселе. Өйткені жатақхананың жағдайы уже бірнеше жыл болған мәселе болатын. Бірақ та осында бұл мәселенің қай уақыт болса да шешуі міндет болып отыр. Биліктің алдында. Сондықтан да өздеріңізбен келіскен бойынша осы 4 күні барлығымызбен кездесеміз деп, осыған қазір өздерің көріп отырсыздар, аудан әкімі Алдияр Сансызбайұлы қатысып отыр. Және осы мәселе бойынша бөлек комиссия құрылды. Аудан әкімінің қаулысы шықты. Осы комиссия бойынша әр жеке адаммен жұмыс істейтін, әр жанұямен жеке жұмыс істейтін, әр қайсымен қарастыратын, өздеріңіздің өтініштеріңізді қабылдайтын, сол жерден өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бойынша бір, екіншіден осы аудан әкімімен осы комиссияның заңға сәйкес аясында шешілетін мәселелердің барлығы осында қаралады. Сондықтан да уақыттарыңызды үнемдеу үшін қазір кеште болып қалды ғой. Барлығыңызды жұмыстан шықсын, бәрі келіп қатыссын деген болатынбыз. Сондықтан алдарыңызда әлі
балаларыңыз бар, үйде күтіп отырған, сондықтан уақытымызды үнемдеу үшін басты мәселеге тоқталып өтеміз. Ең бастысы осында келген, алдында келген азамат пен азаматшаларға айтып жүргенбіз, бір адам далада қалмайды деп. Ақсай техникалық колледжінің жатақханасында 204 адам тұрып жатыр. Ол дегеніміз 75 отбасы. Әкімдіктің айтуы бойынша бұл тұрғындар далада қалмайды. Барлығы тұратын жылы төсегі мен балалары мектеппен қамтамасыз етіледі. Онымен қоса сол қоныс аударатын бөлмеге сыймай қалған дүниелерін уақытша бір ғимаратқа қоя алады. Ол жағын қарастыратын, әрбір отбасымен жеке жұмыс жасайтын комиссияда құрылды. Комиссия мүшелері осы көшіруге қатысты туындайтын мәселелерді шешетін болады. Қазіргі таңда жаңағы осы көше бойында Жусуп Қалиевтің бақытысы, онда 10 отбасы барады. Солай жоспарлап отырмыз. Содан кейін ИП Дәулетияровтың бақытысы, оған 14 отбасы барады. Және бұрынғы финполиция зданиесі, соның ғимараты, оған енді 6 отбасында 7-5 адамға дейін бар адамдар, яғни отбасылар соған көшеді. Себебі жаңағы ол жерде мектеп жақын, балабақша жақын деген бағытта жұмыстанып отырмыз. Тағы да қосымша айтылатын жатақханалар бойынша біздер тағы да сіздерді хабардар етеміз. Аудан әкімінің өкімімен жаңа жатақхана ғимаратын салу туралы және салынатын ғимараттың жобалау сметалық құжаттамасын дайындау үшін аудандық бюджеттен 18 миллион теңге қаражат бөлінді. Ал жатақхананың құрылысы үшін Ақсай қаласының 10-шы ықшам ауданында жер учаскесін бөлу жұмыстары да басталып кетті. Аудан әкімінің орынбасары Қайрат Өтегеновтің айтуы бойынша құрылыс басталған күннен бастап аяқталғанға дейін шамамен 6 ай уақыт қажет. Ал тұрғындарға уақытша тұрғын жайда тұруларына тура келіп тұр. Тұрғындардың арасында тіркелмегендері де бар, бірақ әкімшіліктің айтуы бойынша бірде-бір тұрғын далада қалмайды. Ал тұрғындар бұған өз сенімсіздігін білдірді. Менің айтатыным, бүгін кеше бардық, бүгін бардық біздер деген. Енді бөлмелері сәл енді кішкентайлау енді. Бірақ енді айтқасын, енді үлкен кісімін ғой, көніп, үлкен кісі болып, мен мұнда енді тыңдамасам, қалғандарына енді қандай үлгі болады деп, мен кеттім анда енді. Бардық, кешеде бардық, бүгінде бардық, қашан нетсек те, тазалап қойған бәрі таза. Ал терезелерін қымтаймыз деп жатыр енді. Ал енді айтқасын көну керек деп жатырмын енді, бірақ енді мына енді қағаз білейміз, манағы сол 18 миллион қаражат бөлінді деп жатыр, салынады деп жатыр. Енді үлкен басыңызбен айтып жатырсыңдар, бәрі істеледі деп ойлап отырмыз ғой енді. 3 сағатқа созылған бұл жиналыс шешімін таппай жүрген мәселелердің шешілуімен түйінделді. Жадыра Мұтиғұлағызы, Арман Кусаинов, Дастан Сақтаған, Геламан Қазыбаев, Қарашығанақ телестудиясы. Қайырымдық ай шеңберінде Бөлі аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы, облыс орталығы Орал қаласы мен Зеленов және Тасқала аудандарында болып, қайырымдық жұмыстарын жүргізген болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бөлі аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы аудан көлемінде түрлі жұмыстарды атқарып, жастардың басын қосып отырған бірден бір орталық. Осы орталықтың қолға алуымен мәдени, спорттық, одан қалса қайырымдық жұмыстары атқарылып келеді. Жалынды жастар бұл жұмыстармен тоқтап қалмақ емес. Қайырымдық ай аясында Орал қаласы мен Зеленов және Тасқала аудандарында орналасқан қарттар мен мүгедектерін алған мекемелерде болып өз көмектерін ұсынды. Алдымен қарттарға жақсы тілектерін жолдап, мекемеге қажетті құрал жабдықтар тапсырған болатын. Орал қаласында орналасқан мекемеден кейін жастар Зеленов ауданының орталығы Переметный ауылындағы қарттар мен мүгедектерге арналған мекемеде болған еді. Бөлі аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығынан бөлек аталмыш шараға Арнау Батыс қоғамдық бірлестігі мен Орал қаласының ерікті жастары жұмылдырылғанын айта кету керек. Осындай игі шараны ұйымдастырған жастарға Зеленов аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы да өз ризашылығын білдірді. Бүгін Бөлі ауданының жастары облысымыздағы қоғамдық бірлестікпен Зеленов ауданының жастарымен бірлесіп, әлеуметтік біздің үлкен кісілеріміз тәрбиеленіп жатқан әлеуметтік мекемеде болып, қайырымдылық акция аясында үлкен шара ұйымдастырылды.
Бұл шара өте сәтті өтті, мақсатына жетті деп есептеймін. Бүгінгі осы әлеуметтік мекемеде тұрып жатқан біздің еңбек ардагерлері, аналарымыз, әжелеріміз, бұлардың барлығы да Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне өзінің қолтаңбасын қалдырған, өзінің бар күш-жігерін салып, сол заманында еңбек еткен адамдар. Сондықтан да бүгінгі мынау тәуелсіздіктің 25 жылдық аясында аудандық, облыстық деңгейде шаралардың бәрі осы 25 жылдықтың аясында ұйымдастырылып жатыр. Бұндай шаралары бұл әлеуметтік мекемеде өтіп жатыр, бірақ та бүгінгі Бөрлі ауданының жастарының келіп үлкен сый сияпат көрсеткеніне біздің еңбек ардагерлеріміз, тәрбиеленушілер дән риза. Қайырымдық ай аясында өздерінің істерін қолға алған жалынды жастар лебіздерін білдіріп, сыйлықтарын табыс етсе, кішкентай бүлдіршіндер өз өнерлерін көрсетті. Ертеңгі шығарылымызда сіздерге Тасқала ауданындағы қарттар мен мүгедектерге арналған мекемедегі жұмыстардың бір сыпырасын ұсынатын боламыз. Anacım sağlam karızım, basiyemi takıdan, diyemini sev karızım, gül getirme yadından. Anacım kudretini savunamın, gülmesin bir kimsemi savunamın. Anacım hataymasın. Өтеп берген Қарасай, Александр Овчинников, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Апат айтып келмейді, сондықтан оның алдын алу, тіптен болдырмау жағдайларын ұсыну басты назарда болып отыр. Осындай сарында аудан ішінде түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Оған мысал Бөрлі ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің өткізген үгіт насихаты. Учаскелік инспекторлер, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы, аудандық әкімшілік бөлімдер және селолық округ әкімдері бірлесіп, апаттардың алдын алу, әсіресе өрт қауіпсіздігін насихаттауда. Оған себеп аудан әкімі Алдияр Халиловтың берген тапсырмасы болып отыр. Өрт қауіпсіздігін сақтауды ұйымдастыру мақсатында жүргізілген түсіндіру жұмыстары қыркүйек айының 15-нен басталып, қазан айының 15-не дейін жалғасын таппақ. Бөрлі ауданның төтенше жағдайлар бөлімі мамандарының айтуы бойынша, мұндай іс-шаралар аудандағы өрт болу қаупін азайтады. Сондықтан олар бірнеше рет өртенген тұрғын үйлерді, апатты жағдайда тұрған жатақханаларды аралап, жаднамаларды таратты. Әсіресе өртке себеп болатын жағдайлардың бірі қараусыз қалған немесе ішімдікке салынған тұрғындардың салғырттығы, дейді төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары. Осы жоспарды орындау негізінде тұрғын үй секторын өрттерді алдын алу және адам өлімін болдырмауын, сондай-ақ тұрғындарды өрт қауіпсіздік шаралары туралы ақпараттандыру мақсатында Бөрлі ауданы төтенше жағдайлар бөлімімен және 8-9 өрт сөндіру бөлімдер қызметкерлері мен тұрғын үй секторларын учаскелік инспекторлері, газ және электр әкімшілік мамандар бірлесіп үй-үйді аралап, рейдтер жүргізу арқылы өрттердің адам өлімін алдын алу, материалдық шығынды азайту бағытталған. Өткізілген түсіндіру жұмыстары кезінде басты мақсат тек жаднамаларды тарату ғана емес, өрт қауіпсіздігі сақталмаған тұрғын үйлерді анықтау. Тексеру барысында тұрғын үйлердегі электр желілерінің қауіпсіздік нормаларына сай еместігі көзге оттай басылды. Осындай қауіпсіздіктің сақталмағанын көре тұра, аудан тұрғындарын абай және сақ болуын сұраймыз. Ата-аналар балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыз. Егер сіздің үйіңізде электр сымдары қауіпті деңгейде болса, оны алдын алуыңыз сұралады. Жадыра Мұтиғұлағызы, Александр Овчинников, Еламан
Қазыбаев, Қарашығанақ телестудиясы. Қаламызда орналасқан саябақтарды жөндеу, оларды қайта қалпына келтіру жұмыстарының жүргізілетіндігі туралы аз айтылып жүрген жоқ. Осындай қайта жаңарту мен қалпына келтіру жұмыстары қала орталығында орналасқан ардагерлер саябағына жасалмақ. Қала тұрғындарының, одан қалса қонақтардың жұмыстан бос уақыттарында, демалыс сәттерінде отбасымен демалып, кездесетін орындары саябақ екені белгілі. Ақсай қаласында бұндай орындар көп болмаса да, тұрғындар игілігіне жұмыс жасайтын саябақтары баршылық. Дегенмен саябақ ішінде жалаң отырғыштар мен су бұрқақтарынан басқа ештеңені көре алмаймыз. Осындай олқылықтардың орнын толтыру, қала халқына жақсы демалыс сыйлау мақсатында аудан басшыларының ұйғаруымен Жәңгіріп, Наурыз және де ардагерлер саябағына жөндеу жұмыстары жасалып, жақсы бір демалыс ұйымдастыруларына мүмкіндік жасалмақ. Бұл туралы жауапты басшының да өз айтары бар. Қазір Ақсай қаласында орналасқан Наурыз паркі, Жәңгіріп атындағы саябақ және осы ардагерлер саябағы поэтапны жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сондықтан сол халықтың сұрауы бойынша және де осы біздің ұйғарымыз бойынша сондай шешім қабылданып отыр. Жоғарыда айтылғандай саябақтарға жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қалпына келтіру шаралары қолға алынса, барша тұрғындар үшін тиімді болмақ. Әсіресе жаз мезгілінде баратын жер таба алмай, сенделіп кететін жастар мен отбасылы адамдарға жақсы демалыс болмақ. Ал тұрғындардың көптен баратын орнына айналған ардагерлер саябағына жөндеу жұмыстары жасалса, демалып осында келетін жандардың қатары көбеймек. Өйткені орталықта қоныс тепкен, бұрыннан халықтың серуендейтін орнына айналған бұл жердің өз ерекшелігі бар. Басшылық тарапта жөндеу жұмыстары басталып, саябақтың іші одан әрі көркейіп жатса, күзетте күшейтіліп, барлық тәртіп жұмыстарының одан әрі жұмылдырылатынын айтады. Бұл жерде күзетшілер барлығында жұмыс істейді, участковыймен бірге үнемі хабарланып, учаскелік полицейлер үнемі бұл жерде қосымша жұмыстанып жатыр. Өзіміздің де күзетшілер жұмыстанып жатыр. Мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Алпамыс Жаңабайұлы айтқандай, сметалық құжаттар дайын болса, алдағы күндерде бұл саябақта қалпына келіп, жастар үшін де, аға буын өкілдері үшін де өзгеше бір демалыс орнына айналмақ. Өтепберген Қарасай, Андрей Просвиров, Дастан Сақтаған, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Номер 4-ші жалпы білім беретін орта мектебінің спорт залында ұлттық ойындарымыздан соның ішінде асық ату, 5 асық 9 құмалақтан жасөспірімдер мен ерлер, әйелдер мен қыздар арасында аудандық біріншілік өтті. Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі, білім беру бөлімі, Ақсай спорт кешені және де балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұйымдастыруымен ұлттық ойындарымыздан аудандық біріншілік өтті. Аталмыш сайысқа жасөспірімдер мен ерлер, қыздар мен әйелдер қатысып, өзара мықтыларды анықтады. Бүгінгі жарысқа ауылдық округ мектептер мен қала мектептерінің ұстаздары және де оқушылары қатысты. Жарыстың ашылуында спорт саласын тізгіндегендер мен спорт ардагерлері ұстаздар сөз алып, барша спортшыларға сәттілік тіледі. Ардагерлер спорт жауын бүгін ауылымызда өзінің жалғасын тауып келе жатқан ұлттық спорт түрлері, идеологиялық спорт түрлері, асық ату, 5 асық, сонымен қатар ауданымызда өзінің жалғасын бірталай жылдарда жалғасын тауып 9 балалық ойыннан аудан чемпионаты өтіп жатыр. Барлығыңызға осы жарыстарға қош келдіңіздер. Бұл жарыстың мақсаты ауданымызда ұлттық спортын дамыту, кеңінен тарату, ауданымызда ата әжелеріміздің бізге қалдырып кеткен осы спортты дамытып кеңінен тарату. Сондықтан да осы спорт түріміз ауданымызда өзінің жалғасын, дамуының жалғасын таба берсін. Осындай ұлттық спорт түрімен шұғылдана отырып, өздеріңіздің ой қабілетіңізді, ертеңдіктеріңізді, шапшаңдықтарыңызды дамыта беріңіздер. Осы жарыста тек қана мақтар жеңіске жетсін. Осы жарысқа қатысып отырған ардагерлерімізге көп рахметімізді айтамыз. Және де осы пайдаланып 4-ші орта мектебінің басшылығына, ұжымына көп рахметімізді. Жалпы асық ойынына қой, арқар, құлжа сияқты жануарлардың асығы мен тайынша торпақтың топайларының өңделіп пайдаланылады. Үлкендерде балаларды ойнайды. Асық ойыны барысында әсіресе ұрыстың негізгі шарттарының бірі асықтың алшы түсуіне айрықша мән беріледі. Сондықтан алшы түсуге икемді, ірі шомбал, еркек қойдың және арқан мен құлжаның асықтары. Әсіресе осы асықтардан жасалған сақалар жоғары бағаланады. Аса тиімді атыс асықтарының қатарына кеней мен топай деп аталатын сақалардың шағын түрлерде жатқызылады. Ал 9 құмалақ ойыны арнайы тақтада 2 адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау,
162 құмалақтан тұрады. Ойын барысында әр ойыншыға бір қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Осындай ойындарды насихаттап, мектепте асық үйірмесінен тәлім беріп отырған ұстаздарда бұндай шара көптеп ұйымдастырылса, ұлттық ойындарымыз ұмыт қалмай, жастардың жаппай ұлттық ойындарға ден қоюына ықпал етеді дейді. Бүгінгі қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ату және бес асық. Бұл деген жыл сайын жылына 1-2 рет ұйымдастырылатын шара. Бұл шараға оқушылар мен мұғалімдер баршасы қызығушылықпен қатысады. Осы бүгінгі шара ұлттық ойындар сайысы 2003-тен және төмен және одан жоғары жастар қатысуда. Мектебімізден команда алып келдік жарысқа қатысуға. Мектебімізде нөмір 6 жалпы білім беретін мектебінде асық үйірмесі биылдан бастап өзім жүргізудемін. Үйірмеме 5-ші сыныптан бастап жоғарғы сыныпқа дейін балалар қамтып, жайлап бастап жатырық. Енді оқушылардың қызығушылары жақсы, асыққа деген жаңа үйреніп келе жатыр, қызығушылары мол. Әлде де үлкен жетістіктерге жетеді деп ойлаймын. Бүгінгі жарыстан не күтесіз? Бүгінгі жарыстан жаңа алып келген оқушылар, өзімде қатысам, қасымдағы әріптестерім баршамызда осы ұлттық ойынның шеберлігін көрсете біліп, өздерінің бір жеңіске деген құштарлығын көрсетеді деп ойлаймын. Жасөспірімдер мен ерлер асық атып, өз мергендіктерін, ептіліктерін көрсетіп жатты. Бес асықта қыздар мен әйелдер бақ сынады. Тоғызқұмалақ ойынына қатысқан спортшылардың да қарасы көп болды. Ұлттық ойындарымызды насихаттау, аудан көлемінде көбірек осындай жарыстар ұйымдастыру, мектеп жасындағы балғындардың өз ұлтының спортына, салт дәстүріне толыққанда қанық болуына септігін тигізбек. Осы сайыста бақ сынап жатырған оқушылардың да сайыс туралы өз айтарлары бар. Біз бүгін сайысқа Ақбұлақ ауылынан келіп тұрмыз. Біздер асық ойыны бала кезімізде ойнап жүрміз. Енді осы асық ойыны дамый берсін деп айтқым келеді. Бүгінгі сайыстарға қатысушыларға сәттілік айтамын. Ұлт жанашырлары, ел ағалары ұлттық ойындарымыз, салт дәстүріміз жоғалып барады деп жиі айтып отыратын. Соңғы 5 жыл көлемінде еліміздің барлық аймақтарында ұлттық ойындарымызды насихаттау мақсатында түрлі жарыстар оздырылып жатырғаны белгілі. Осы сайыста соның бір дәлелі болатындай, ендеше жастарымыз бен балғындарымыз бос уақытында ұлттық ойындарымызды ойнап, спортымыздың одан әрі өркендеуіне үлес қосса, ұлттық ойындарымыздың ұмыт қалмаған деп білейік. Өтепберген Қарасай, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Қарашығанақ телеарнасы. Осы апта осындай жағымды жаңалықтарға толы болды. Келер аптада кездескенше әр күніміз шуақты, ұрпағымыз қуатты болғай. Демалыстарыңыз сәтті өтсін.